Компьютерлердің пайда болуы. Компьютер сөзінің анықтамасы алғаш рет 1897 жылы Оксфорд сөздігінде пайда болды. Бұл сөздікте компьютер механикалық есептеуіш құрылғы ретінде көрсетілген. Компьютер сөзі ағылшын тілінен шыққан. Бұл сөз есептеу, есептегіш дегенді білдіреді. 19 ғасырда Чарльз Бэббидж адамсыз есептеулер автоматын жасап шықты. Ол қазіргі компьютердің атасы. Ал бірінші электронды есептеуіш машина 1946 жылы жасалды. Оның салмағы бірнеше тонна болды. Ол бірнеше бөлмені алып тұратын. Мұндай машиналарды ел өкімет орындары мен үлкен зерттеу ұйымдары ғана пайдаланатын. Алғашқы компьютерлер есептеу үшін, мәлімет қоры үшін қолданылды. Дербес компьютерлер 1990 жылы пайда болды. Қазір өмірімізді компьютерсіз елестете алмаймыз. Ол көшеде де, кеңседе де, мектепте де, үйде де ақпараттық құрал ретінде қолданылады.